Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рамазан нәпсіні тәрбиелеу айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің мұбарак хадисінде былай дейді: Я маашара шабаб, ман истата'a минкумул бата фальятазавваж, ва ман лам ястати' фа алейхи бис-саум, фа инна лаху вижаун. Я жастар қауымы, сендердің қайсыларының үйленуге шамасы жетсе үйленсін, себебі үйлену көзді және әуретті қорғауға себеп болады. Сондай-ақ кімнің үйленуге шамасы жетпесе, онда ол ораза ұстасын, себебі ораза ұстау оған қорған болады деген. Яғни өзі ораза ұстай отырып, адам баласы өзінің нәпсісін тәрбиелейтіндігін, нәпсісін тізгіндейтіндігін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге насихат қылып жатыр. Мынадай бір ғибратты әңгіме бар. Әуеліде Алла тағала ақылдан сұраған екен: сен кімсің, мен кіммін? Сонда ақыл жауап берген екен: сен менің жаратушы Раббымсың, мен сенің әлсіз құлыңмын деп жауап берген екен. Кейін адамның бойындағы нәпсіден сұрайды: сен кімсің, мен кіммін дейді. Сонда құрғыр нәпсі: сен сенсің, мен менмін деп жауап берген екен. Алла тағала оны жазалау мақсатында тозақ отына салып, азаптап, кейін қайта сұрайды. Сонда әлгі нәпсі былай деп жауап береді: мен менмін, сен сенсің деп жауап береді. Кейін Алла тағала нәпсіні аштықпен сынағаннан кейін: сен менің жаратушы Раббымсың, мен сенің әлсіз құлыңмын деп жауап береді. Қараңыз, бұл жерде біздің бойымыздағы нәпсі аштыққа тәрбиеленетіндігін, осы қасиетті Рамазан айында біз тәнімізді аштыққа салып, өзіміздің нәпсімізді тәрбиелеу арқылы иманымызды күшейте алады екенбіз. Алла тағала осы қасиетті Рамазан айында біздердің ұстаған оразаларымызды қабыл етсін, нәпсімізді жеңген құлдардың қатарынан болуды Алла тағала баршамызға нәсіп қылғай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.